Жаңғырық. Ботақан атасы және әжесі үшеу бүгін тауға саяхаттап шықты. Күн жылы, айнала төңірек тамылжып тұр. Ата, терезені ашыңызшы. Қазір ботам. Ата, Ау, қолыным. ана таудың жанына барып көрсем бола ма? Барсаң бар балам. Тек одан әрі ұзама. Иә, одан әрі ұзамаймын ата. Айналайын. Қандай әдемі, үлкен таулар. Көбелек. Тоқта. Тоқта. Ата, қайдасың? Бұл кім? Бұл кім деймін? Мен Ботақанмын. Сен емес, мен ғой Ботақан. Ботақан ол мен. Кімсің айтшы? Кімсің айтшы? Ботақан? Ата! Ай, Ботақан ай. Алысқа ұзама деп айтпадым ба саған. Жүр, әжең шай қайнатып қойды. Мұнда біреу бар. Ол кім? Біреу. Мен айтсам соны қайталайды. Тыңдаш. Қане? Сен кімсің? Әне, ата. Ай, айналайын Ботақаным ай. Ол жаңғырық қой. Жаңғырық? Ол кім? Ол ешкім емес балам. Оның аузы бар ма? Аузы жоқ балам. Оның тілі бар ма? Тілі де жоқ. Онда дауыс қайдан шығады? Ай, балам ай. Жүр, мен саған жаңғырық туралы әжеңнің тәтті шайын сораптап ішіп отырып айтып берейін. Жүре ғой. Ботақан, шайыңды іш. Қане, іше ғой. Сол күні атасы Ботақанға жаңғырық туралы, тек олған емес, жалпы табиғат кереметтері туралы көп әңгіме айтты. Ботақан қызыға тыңдады. Сендер де балалар, ата-әжелеріңнен, әке-аналарыңнан жаңғырық туралы, туған жердің әдемі табиғаты туралы сұрасаңыздар болады. Жақсы әңгіме болатынына сенеміз.